Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды неміс асханасының ұлттық тағамы штрудель рецептісімен бөлісемін. Оған ең алдымен бізге ет қажет. Етімізді майдалап турап аламыз. Менде бұл жерде сиырдың еті. Етімізді майдалап турап болған соң жақсылап жуып аламыз. Содан соң табамызға май құйып, қыздырып, етімізді салып, араластырып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Қуырылған етімізге кішкене ғана су құйып, баяу отқа қойып, кішкене пісіріп аламыз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық көкөністерді мен осылай майдалап кубик ретінде турап шықтым. Етіміз жақсылап қуырылған соң үстіне сәбізбен жуамызды, сарымсағымызды салып, жақсылап қызарғанға дейін қайтадан қуырып аламыз. Содан соң үстіне майдалап тураланған картоппен тәтті бұрышымызды жібереміз. Қайтадан жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш, лавр жапырағын және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Көкөністеріміздің барлығын кішкене ғана қызарғанға дейін қуырып аламыз. Содан соң үстіне су құйып, баяу отқа қойып, 5-7 минут пісіріп алуымыз қажет. Енді тағамымыздың басты ингредиенті штрудель жасауға кірісейік. Ол үшін бір кесе ұнымызға тұз, бір жұмыртқа және де жылы су құйып, жұмсақ осындай қамыр илейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа демалдыруға жібереміз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен еттің нанына жайған ұқсатып, үлкен қылып нанымызды жайып шығамыз. Штрудельді барлық жерде әртүрлі дайындайды. Салмасына да қалауыңызша өзіңіз ұнаған нәрсеңізді салсаңыздар болады. Кейбіреулер қуырылған жуа салады. Мен арасында майдалап тураланған капустаны салғанды жақсы көремін. Ал бүгін мен осылай укроппен жасағанды жөн көрдім. Нанымызды осылай жайып болған соң үстіне аямай күнбағыс майын жағамыз. Және де осылай майдалап тураланған укроптарымызды сеуіп шығамыз. Осы қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай рулет құсатып айналдырып шығуымыз қажет. Енді осы рулеттерімізді видеодағыдай кесіп шығамыз. Шамамен 2-2,5 сантиметр болуы қажет. Штруделімізді осылай көкөністеріміздің үстіне орналастырып шығып, қақпағын жауып, баяу отта 45-50 минут пісіреміз. Өте дәмді, тойымды штрудель тағамы дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Дастарханның сәні болатыны сөзсіз. Салмасын өзіңізге ұнайтындай қылып салсаңыздар да болады. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен осындай өте дәмді, әрі оңай, тез жасалатын рецепттермен бөлісуге дайынмын. Астарыңыз дәмді болсын.